Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оған 2 картошка керек болады. Оны жақсылап ашып алдық. Оны ашып, жақсылап жуып, түркіден өткізіп, үстіп крахмалын кетіретін боламыз. 2-3 мәрте жуыңыздар. Үстіп жуып, крахмалын кетіріп аламыз. Содан кейін оны жақсылап кептіретін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, осындай қазақша контенттердің, қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай жақсылап кептіретін боламыз. Кепкен картошкаларымызды жақсылап қуыратын боламыз қызып тұрған майға. Көп адам дайынын алады, одан өздеріңіз үйде жасасаңыздар дәмді әрі тез дайындалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Үстіп қуыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Оған керекті заттарымыз 2 қызанақ, 2 қияр, 3 жұмыртқа қосатын боламыз. Жүгері, сосын пісірген өзіміздің дайындаған фрейміз. Етімізді жақсылап қайнатып алдық. Осылай қиярымызды жіңішке қылып турап алатын боламыз. Қызанағымызды дәл осылай ұзынша қылып турап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет салаттардың бірі. Қонақтарға қойсаңыздар да ұялмай қоюға болатындай салат деп айта аламын. Бұл салатқа етімізді қайнатып, жақсылап қайнатып пісіріп қосатын боламын. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша колбаса қоссаңыздар да болады, етті ұзынша қылып турап қуырсаңыздар да болады. Өте керемет салаттардың бірі. Витаминге бай, өте тойымды салаттардың бірі. Алдыменен осылай ұзынша қылып туралған жұмыртқамыздың ағы, сарысын алып тастап, жұмыртқаның ағын ғана қылдым, турап салып жатырмын. Етімізді қайнатылған ет, жүгері, помидор, қызанағымыз ұзынша қылып туралған. Енді осыған майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Екі қасықтай майонез қосыңыздар. Осымен жақсылап араластырып, салатымыз дайын болады, Құда қаласа. Өздеріңіз көріп тұрғандай, салатымыз жақсылап араластыратын боламыз. Өте керемет салаттардың бірі. Тұзы кем болғандықтан мен тұз салып жатырмын. Азырақ тұз салып жібердім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет салаттардың бірі. Осылай қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Үйге де жасасаңыздар болады, өте керемет салаттардың бірі. Осылай фреймізді бетіне қойып шығамыз. Осылай видеом ұнаса, комментария жазып, лайк басып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Осылай өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Қош сау болыңыздар.